Шіркін Лайф жобасының екінші маусымы. Өткен бағдарламада сіздермен бірге бірінші маусымға саяхат жасап, екінші маусымның қатысушыларын анықтауға кірісіп кеттік. Жобаның жалпақ жұртқа танылып, көңілден шыққанын іріктеуге келген жастардың саны тағы бір дәлелдегендей болды. 500-ден аса үміткер, бағы жанатын 4 қатысушының бірі атану үшін бар өнерін салуға дайын. Ал іріктеу басталар алдын Шіркін Лайф жобасының жанкүйерлері жабылып бағдарламаға деген ықыластарын бірлесіп білдіруде. Шіркін Лайф жобасының екінші маусымына қатысудан үміттілер қазылар алқасына өздерінің ерекше, қызықты жан екенін дәлелдеу үшін бойындағы бар өнермен қатар жоқ өнерлерін де көрсетуге тырысып бақты. Мен негізі былай болды. Өлең айтатын ба басында. Бірақ қазір бәрінің екінің бірі әнші болып баратыр. Соны тойларда да көрдім. Сол әншілер туралы бір сөз айтқым келіп тұр. Соны тыңдасаңыздар. Жалған әншілер қаптап барады, ұялмай қызармай сахнаға шығады, сонымен микрофонды қолға алады, сендерге біреудің өлін айтып бере салады. Олардың бар мақсаты атақ пен даңқ, ақша менен сол мақсаттарына жете салмақ. Ей жалған әншілер тұрмыз мені лайықтылар, кет сахнадан болса сенде намыс пен ар. Көп рахмет, сізден ақын шықпайды, анық. Сіз өлең жазбай-ақ қойыңызшы. Актерлық шеберлік болғанда анау бір кино болып еді ғой. Апры мои, дорогие мои дети деген. Ал сол кинода бір екі жерінден теңеғымда, короче. Түскенмін баша былай. Көрсетіңізші. Өз жерде былай көрсеткенде, анау центральный променадта түстік, и сонан кейін. Қай жерде керек емес. Рөлге кіріңізші. Уақыт жоқ, қаншадан күтіп тұр. Рөлге қалай енді баша, сол ойындағы тура ойын. Сол ойындағыны көрсетіп беріңізші, Құдай-ау, кинода не көрсеттіңіз сіз? Мен сіздерге басқа бір не көрсетіп берейін жаңағы. Тағдыры туралы кино несінен. Болды, рахмет. Өгіз бен бақа. Іріктеу барысында қазылар алқасы үміткерлерімізге өздерін қай қырынан танытамыз десе де шектеу қойған жоқ. Басқа қандай жануар? Мен болам, жылбасы, мен болам. Менен басқа ешкім болмайды. Мен болу керек бұл жерде. Кім болу керек бұл жерде? Ақерке. Жылбасы, мен болам. Кім болу керек? Мен болам. Динара. Мен кешіріңізші, бірақ мен шын өнеріңізге тәнтімін. Несімен бұл проектке мен қызықтымын деп ойлайсыз өзіңізді? Енді біріншіден, мысалы әрбір адамның арманы болады ғой. Мысалы мен арманым жұлдыз болу. Өзімнің бойымдағы барлық өнерімді және де қолымнан не келеді, соның бәрін көрсеткім келеді. Ауылдың көрсетіп жатсыздар ғой нелерін. Соларды көрсете білу. Әбілқасым, не үшін жобаға қатысқыңыз келеді? Не үшін жобаға қатысқым келеді? Иә. Сіздер құсап лицомды көрсетем. Айналайын осы ауылдың қыздарың-ай, күлкілері сыңғырлайды сыңғыр судай, жүрегімді жаңдырып бара жатыр, ішімдегі қара торы суың-ай. Ой, жарайсыз, көп рахмет. Ұмытар емеспін, сен маған керексің. Құрбым, жан құрбым, бала кезімнен. Ешия
қайтар емеспін, не деген елес бұл, күндіз түн кетпейді айдың тағынан, ешкімді сүймеймін. Бауыржан, осы өлең айтудан басқа кішкене шіркін лайфқа көрсететін қандай өнерің бар, соны көрсетіп жіберші бізге. Қандай өнерім? Кішкене актерский жағына... Енді сен соның актерский жағынан бірдеңен ойнайсың ба, әлі пародия жасайсың ба, тез-тез? Онда жоқ па? Ондай жоқ. Жоқ, рахмет онда, сау болыңыз. Арманым асылым, мен саған ғашықпын. Жас едім, өмір еркін бойламаған. Сезбейсің сен оны, айта алмай сырымды. Күн ертең не боларын Көп рахмет. Бұлай мен де айта аламын негізі. Даусымыз келмейді әнші болуға, сондықтан көп рахмет сізге. Ұрлана қараймын. Көп рахмет, Ғабит. Көп рахмет, жақсы айтасыз. Рахмет. Сау болыңыз. Баспадым жардың шетін құлайма деп, ішпедім арықтан суылайма деп. Қиын жолдарда аман келеміз, асыл заман. Жаз болса жарқыраған көлдің шеті, Саған сенеміз, жарқын өмір, жақсы күндер. Қорқамын дос болудан жаман менен, тар жерде ер тоқымын сұрайма деп. Ғазиз, көп рахмет, бірақ бір ауыздан сізді өткізгіміз келмейді деген шешімге келдік. Жоқ, енді мысалымды оқып берейін, тағы не істеп берейін? Қара сөз Жоқ, оқып берейін. көп рахмет. Сіз біздің ойымыздағы адамға келіңкіремейсіз кішкене. Көп рахмет, сау болыңыз. Жоқ, тағы бір көрсетейін оны. көгеріп толқындайдай апурай. Арнап сәлем береміз. Рахмет. Ауылдың мажаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Бола, рахмет, Маржан. Қандай басқа өнеріңіз бар? Маржан. Маржан. Мен өзім әр ақын әр батыр, қайда отыр ақын қыздар бермен шақыр ой жайлауға. Мына жұртқа жақпады ме әлденем, бекер өмір сүргенім бе әлдемен. Сол күндерге ешбір уақыт жетпейді, ең қызық сәт балалық шақ өмірде, баспалдақсыз болашаққа беттейді. Халқым, сенің қасиетіңді білем деп, босқа өмірім өтті мекен әуремен. Рахмет. Өкінішке орай сіз өтпейтін болдыңыз. Келгеніңізге рахмет, сәттілік тілейміз. Неге өтпедім? Дара күндерімнің, нала түндерімнің, серігі болғаның үшін. Қанымай, қанымай, Сенімді болғаның үшін. Жүрегім сыздаған кезде. кеткенің бе танымай. 10 миллион долларымды жоғалтып алдым, білесіз бе? Мен 10 миллион долларымды жоғалтып алдым. Масқара, мен 10 миллион долларымды жоғалтып алдым. Бәрекелді. Иә. Бақытгүл, рахмет сізге көп-көп, сау болыңыз. Вы устроили ему сладкую жизнь, ваши баллы, званые обеды, все вы сделали. Вы виноваты, что он умирает, вы. Когда любящие люди вместе, мир кажется чудесной сказкой. Они утопают в любви, надежде, ласке. Но всегда наступает момент, когда они друг другу начинают надоедать. Аяусыз сынады мені бұл тағдыр, алайда сынсыз болмайды екен бұл өмір. Рахмет көп-көп, Роза. Рахмет көп-көп, сау болыңыз. Ең бірінші сыйла анаңды, сыйла екінші анаңды, сыйла тағы анаңды. 23 жыл сарғайған құр үмітпен, 23 жыл сарғайған құр үмітпен. Шыда айтыз, шыда тағы. Сәби ана сапардан ұлын күткен. Сұрапылдан сәбие оралмапты. Арай. Арай,
мен саған кешеде айттым иә, журналистикада бағың жансын, тілектеспіз, қолымыздан келгенше көмектесерміз, мүмкін болашақта әріптес те болармыз. Сондықтан ренжімеші, бірақ бұл жобаға бізге басқа қыздар керек, шыны керек айтайын. Қандай қыздар? Біздің іздеп отырған қызымыз басқа, түсінші соны. Сондықтан қазір Жоқ, біз сіздерге ешқандай реніш болып тұрған жоқ. Кешіріңіз Нұржан аға. Бізде ешқандай реніш болып тұрған жоқ. 300 адамның ішінен суырылып шығып, 100-ке ендіңіз, оның өз үлкен жеңіс. Сондықтан біз сізге сәттілік тілейміз. Көп рахмет. Артық сөзге бармай-ақ қояйық, Шыдамдыны мына өмір ұнатады. Үміттің құланы құлатаңы, әйтеуір бір атады, бір батады. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір болмайды сүрінуге. Мүмкін осы проектке қатысып жатсыз да, аларық. Одан кейін камералар 24 сағат сізді жан жақтан түсіреді күні түні. Ол ұйқысыз да болады, ұйқы кезі болсын, ұйқы кезі емес болсын. Барлық кезде жаныңызда камера жүреді, соған дайынсыз ба? Камераға жалпы қалай? Дайынмын, мен бәріне дайын, мен болашағыма, арманыма жету үшін мен ештеңеден сүрінбеу керекпін, және дайынмын, алыңыздаршы мені. Көп рахмет. Мүмкін өткізетін шығармыз, расында резервте тұрасыз. Бұлбұл келіп бір күні тоқылдақты жылқыды. Күндіз де тоқ-тоқ, түнде де тоқ-тоқ. Ойпырмай, өзің бір жан екенсің, жағың жоқ. Көрсетті. Айгүл, кешірші. Жоқ, ренжіме. Көп рахмет. Келесі. Көрсетейінші, тағы да көрсетейін. Тағы да көрсетсем бол ма? Сіз не үшін жылап жатсыз, соны айтыңызшы. Тағы да біріне көрсетсем бол ма? Жоқ. Қара жырға. Бірінші мен шаңырақ өңірінен келіп отырғандықтан Абай Құнанбаевтың желсіз түнде жарғай деген. Тоқтай тұрыңыз, сіз қайдан келдіңіз? Шаңырақ Ықшам ауданынан. Ойбай, Қызылордадан келгенде айттыңыз ғой. Не, қандай өнеріңіз бар, әннен басқа? Әннен басқа би бар. Бірінші сол әнімді айтып кетейін, одан кейін тағы басқа өнерлерін көрсетейін. Жоқ, әннің бізге қажет жоқ. Көп рахмет, сіз бара беріңіз. Бірақ өлең айтып жіберейінші. Жоқ, ән емес, бізге ән емес. Жарайды, онда басқа өнер. Жоқ, ән емес. Жарайды, басқа өнер. Ән емес. Не ал енді ән емес болса? Негізі мен билеймін. Оның алдында кішкене биді көрсете салайын, жарайды. Жоқ, көп рахмет, болды, біздің уақытымыз жоқ. Хотя бір өнер көрсетіп. Жоқ, болды. Келесі, болмайды бізде, уақыт шектеулі, кассета бітіп жатыр. Жоқ, қазір менің жасаған түсірдіңіздер ма? Иә. Жоқ, онда бастан түсірмейміз. Жоқ, сіз барыңыз. Ал жақсы, сіз қоймадыңыз ғой, көрсетіңізші енді. Рахмет. 2 минут береміз, ренжімеңіз. Тек әннен басқасының бәрін көрсетіңізші. Бірінші ән айтып жіберейін, ренжімесеңіз. Ән емес. Дауыс. Қажет жоқ па? Ән емес, басқа не дайындадыңыз? Жарайды онда. Ән айтайын ба?
Жақсы. Көрдім. Билейсіз. Рахмет. Бірақ бұл сіздердің кеңестеріңізбен бізге Басқа да өнерлерім бар. Кестік қой, биді билейміз болыпты. Мейрамбек Беспаевтың дауысын салып Жоқ. Біз сізге шанс бердік қой. Онда Шансардан үзілді Нұржан дауысы. Жоқ. Келесі. Я видео круче танцы. Систем слажен. Все, рахмет. Малика, әдемісіз, биіңіз де әдемі, қазақ тілінде емін еркін сөйлей аласыз ба? Әрине. Бейбітке жаңағы ситуация қойшы. Бейбіт үйге кешігіп келді, сіз оның әйелсіз осындай жағдайда. Біз бүгін осы тақырыпты аяғына дейін жеткізейік, сондықтан бүгін әлі ол қыздар көңілден шыға алмай жатыр. Ойнап беріңізші эмоцияны. Ұрсыңызшы Бейбітке. Не деп ұрсайын? Кешігіп келді, 3 күн үйге келген жоқ. Сіз отырсыз аштан аш. Қанша күтуге болады? Мен 3 күн ба? 3 күн, иә. 3 күн күтіп отырмын. Не болды, қайда жүрсің? Жауабын күтем. Не істейміз? Қалсын ба? Малика, 3-ші турға өттіңіз. Қазір күтіңіз, айтамыз жауабын. Бейбіт, сағат неше болды? Сен түсінбейсің ба? Нешінші күн уж кешіп келдің? Қайда жүрсің? Қанша күн болды сен үйге келмегеніңе? Қайда жүрсің деймін? жүрміз ғой енді. Қайда жүрсің? Кіммен жүрсің? Не істеп жүрсің? Мен қайдамын? Сен өліп қалған шығарсың, мен уайымдамайды деп ойлайсың ба? Балалар ұйықтап жатыр, тамақ істеп қойын. Сен жоқсың. Не үшін? Себебін маған айт, бол тез. Жасыңыз қаншада? 17-те. Ой, бірден айтпайсыз ба? Жоқ. 17 жастағы. Негізі менің әйелім 17 жаста болып еді десең. Бейбіт ағай, мен сізге қатты ғашық болып жүрмін. Яғни Старс кезетін журналында осы концерт болған сайын сізге қарап тұратынмын, ағамен бірге ән айтсам екен. Сол қасына жүріп, яғни бірге ән айтып бір дуэт құрсам ба деп жүрген арманым еді. Сіз мені алыңызшы, өтінемін сізден. Бұл азаматтар Шіркін Лайф 2 жобасына жолдама ала алмаса да, жұлдыз болсам деген армандарының алғашқы сатысына аяқ басты. Бірінші өзіңізді толық таныстырып өтіңіз. Ассалаумағалейкум, елім жұртым, тозбасын, ата дәстүр әдет ғұрпың. Мен бүгін алдарыңа келіп тұрмын, басым дейіп сәлем бердім саған халқым. Елеусіздің ұлымын атмерік ақында әрқашанда. Нақтысын айтыңыз, қандай мақсатпен қатысыңыз келеді және қандай өнеріңіз бар? Қандай өнер, қандай мақсат болғанда, өзімнің дене бітіміндегі өнерімді өзімнің халқыма көрсетіп, жаңа алдыма қойған мақсатыма жетсем деймін, осы Шіркін Лайфтың бір мүшесі болсам деймін. Неге? Құдай қаласа. Неге болсам дейсіз? Болғанда қатысушы ретінде де өзім алдыма қойған мақсатым, жаңа айтып отырмын ғой, өз өнерімді дамытып, сосын өз өнерімді үлкейтсем деймін. Мен мысалы халықпын, телевизор көріп отырмын. Сен Шіркін Лайфта жүрсің сол. Сен несімен маған қызық боласың, сонша?
не істеп жүрсің сен? Қалай көресің өзің шіркін лайфты? Не істеп жүрсің? Шіркін лайфты дұрыс. Шіркін лайфты не істеп жүргенде берілген тапсырманы жақсылап орындап, айтқан нәрсесіне сол жақсы өзің шегін істеп, өзім үлкен бал алам деп ойлаймын, өз тобыммен Құдай қаласа. Қандай өнер? Өзім өлең шығарам, өлең жазам, өлең айтам. Тағысын тағысы асабалық өнерім бар. Өнерім өлең айтам, КВН жолданда. Бір шума ғана айтып берсеңіз. Достарым деген өзім шығарған, осы жақында шықты. Несімен айта берейінші әнмен? Бас қосты достар бүгін, тамаша мейрам күнінде, қанаттарың талмасын, самғаңдар аспан көгіме, жанымда бірге жүрген, қайғы мұңымды бөліскен. Көп рахмет, біз барлығымыз бір ауыздан жоқ дейміз сізге. Өкінішке орай. Жақсы рахмет. Саламатсыздар. Мен Қызылорда облысы Қазалы ауданынан келіп тұрмын. Есімім Дәрбек Мақсат. Мен сіздерге Менің есімім Дәрбек Мақсат. Қызылорда облысы Қазалы ауданынамын. Менің шіркін лайфқа қатысатын себебім, мен сіздермен жақын араласып, яғни сіздер жақын көргім келеді. Сол үшін ғана ма сонда? Түсінбедім. Сол үшін ғана ма шіркін лайфқа қатысудағы мақсатыңыз бізге жақын болу ма? Жоқ. Біздің ешқандай айырмашылығымыз жоқ, сіздерден, біз де пендеміз. Жоқ, бұл бағдарламаны мен де өз талантымды қосып, өз үлесімді қосып, сіздермен бірге жоғарылатсам деймін. Пародия салмақшымын, Мейрамбек Беспаев. Орында өзіңді ойлап жаналауға, саңғырды сағынышым аралауда. Мейрамбекке тіпті ұқсамайсыз, кешіріңіз, пародия сіздікі емес. Көп рахмет. Басқа қырынан көрсетсем бола ма? Айтаған нәрселеріңіз көп болған шығар, бірақ бізге басқа мүлдем, бізге не әндер жоқ. Сіз кеше бізді таңғалдырамыз деп уәде бергенсіз, сондықтан кеше де Мейрамбектің әнін айттыңыз, бүгін де Мейрамбектің. Мүмкін қырғызша ән айтып көремін. Жоқ, бір минут хотя бы. Бұл вокалдық конкурс емес, сау болыңыз. Келесі. Жоқ, бір минут хотя бы. Келесі, кім келесі? Администраторлар келесі шақырыңыздар. Сау болыңыз. Ренжімеңіз, талантыңызға нұр жаусын. Жаңа өтпей қалған бала ғой. Кім? Жаңа біз жібергенбіз, жасын келмейді. Жоқ. Мен бала емеспін. Кім? Қашық болып отырсыз ба маған? Сіз бізге... Кім? Атың кім сенің? Мақсат. Мақсат? Негізінде ең слабый роль ойнай алатын адамдардың рөлі, мына еркек адамдардың, әйел адам болып ойнауда. Сондықтан, егер сіз дайындап бірдеңені көрсетіп не істеймін десеңіз, таңғалдырам десеңіз ойнаңыз, атак ол біз үшін негізі ең слабый роль болса. Таңғалатын өнер емес пе не? А? Таңғалатын өнер емес пе? Мынау таңғалатын. Жоқ. Кешірім өтінемін, Мақсат. Мен қазір ер бала болып та, мен тіпті маймыл болып та қазір киіне салам, ол ерлік емес. Ол таңғалатынды жағдай емес. Қазір екінің бірі тіпті қазіргі заманда еркек болып жүргендердің де еркек болып жүргендері шамалы негізінен, киініп жүргендер, сондықтан сіз бізді бұлай таңғалдырған жоқсыз. Мақсат, мен таңғаламын, егер сіз дәл осы күйіңізде, тұрған күйіңізде артқа 2 рет сәл тұрсаңыз, мен сізді өткіземін. Жасай аласыз ба? Ал егер алға жасасам? Жасаңыз, көрейік. Жарайды. Жасай алмайсыз? Содан кейін, потом уже все, которые прошли, да, остались? Нет, там еще одна, которая переодевается. Да, еще переодевается, сосын беріп, сен неткен, кешірген неткенбіз. Тараз. Не қып тұр ол? Таразсың ба? Жаңа жылағанбыз. Жоқ, ол өтсе ол не қылсын да, қазір аналармен бірге кіреді ғой. Ол өткен жоқ, біз бұл қызды өткізген жоқ. Көп рахмет. Болмайды.
Сізге театрға бару керек бұл түрмен. Реально. Жоқ, любой театрға бару керек. Театрда дәл осы киіммен, дәл осындай қылықтармен сояқта таңғалдырып күлдірерсіз. Иә. Көп рахмет. 17-тес келесі жылы келіңіз. Сіздер қателесіп тұрсыздар. Мен 90 жылғымын. Жасым 19-да. Жасым нешеде? 19-да жасым. 19-да, да? Жаңа сен кірген жоқсың точно, да? Мен кірген жоқпын. Аха. Біз қателестік онда кешірім өтінеміз, бірақ сонда да бізге тірі тұлғалар керек, тірі, который жанып тұрған. Сен көзің жанып тұрған жоқ, мен көзіңнен бұл шырақ көріп тұрған жоқпын. Жоқ, ол басқа. Кеттік. Келесі. Кешіріңіз, мен. Сіздер шатасып тұрсыздар. Мен 18-ге толып қойғам. Мен жасым 19-да. Бірінші пародия. Үнді биіне пародия салып көрейік. Микрофон істемей ма? Далекина, дүниясың кена, әркі мені харарара. Далекина, дүниясың кена, әркі мені харарара. Мади, рахмет. Басқа не істей аласың бұдан басқа? Басқа ма? Қазақша бірдеңені көрсетші. Қазақша ма? Ауылдың несін келтірейін онда? Ауылдың. Ауылдың мысалы ат шабыстарын, жаңа нелерін келтірейін қазір сөзбен. Мысалға өрістен кеп атамыз, атпен шауып келе жатамыз. Сол кезде аттың баяу жүрсін салайық. Сол кезде алдымыздан мысық кесіп өтеді ғой. Сол кезде Мади, шыныңды айтшы, қандай мақсатпен қатысқың келеді Шіркін Лайф 2 жобасына? Шіркін Лайф жобасына өзімнің өнерімді паш ету, және де ауылдың көрсетіп жатсыздар ғой нелерін. Соларды көрсете білу, қазаққа таныта білу жаңа. Қандай аспапта ойнай аласыз? Қандай өнеріңіз бар? Қандай аспапта ойнай аласыз? Өнер болғанда, мысалы өлеңге әнін жазам. Бір шумақ өлең жолын айтып жіберші бізге. Жарайды. Өзім Қазығұрт өңірінен туып өскендіктен, Қазығұрттың өңірі керемет жер, білетін жастар, Бауырай. Сол жерде Айнатас деген ауыл бар, сол жерде туып өскем. Сол Айнатас деген ауылға туралы өлең шығарғаным. Жарайды. Туып өскен жерім Айнатас, киелі Қазығұртпен бауырлас, жан жағының барлығы таулы тас, әлдей болып жылағанымды тербеткен Айнатас. Кешірім өтінемін, көп рахмет. Өнерлі жігіт екенсің, тәнті болып отырмыз. Біз сені бұл жобаға өкінішке орай жібере алмаймыз, бірақ сен өзіңнің осы үлкен республикалық арнадағы өзіңнің осындай мүмкіндігіңді пайдаландың, яғни сені ел көреді, бірталай көрермен көреді, сондықтан да егер шынымен де талант болсаң, онда сені басқа да продюсерлер, басқа да тележобалар шақыра жатар. Енді ең бастысы еңсеңді түсірме, сен әлі талантты актер шығатынына сенімдіміз, сәттілік тілейміз. Көп рахмет. Сұрақ бола ма? Бұл сонда жоба болғанда не үшін не қыламады, соны білейші деген ма? Бұл жолы біз өкінішке орай, біз ауылға бармаймыз, сондықтан бізге бұл жерде ауылдың бүге-шігесін білетін жастардың қажеті шамалырақ өйткені бұл жерде тақырып кішкене басқашалау, сондықтан біз басқа жастарды іздеп отырмыз. Көп рахмет сондықтан. Үміткерлер арасынан қазылар алқасымен келіспей, сөз таластырғандар да табылып жатты. Мен Ермек Аяулым. Мен Алматы үздіксіз білім беру колледжінде оқимын. Қазір 1-ші курста оқимын. Жасыңыз қаншада? Жасым 16-ға толдым. Кешірім өтінем, біздің сізге берер жауабымыз жоқ. Кәмелеттік жасқа толғаннан кейін ол кезде Шіркін Лайфтың бірнеше сезондар жалғасып жатса, онда сіз келерсіз. Кеше қабылды.
қойыңыздаршы, кеше қабылдады ғой ана 2 тәте мен аға. Келіп көріңіз, сынап көріңіздер деді ғой. Болмайды ғой айтып етуге, ну надо же было первоначально айту керек еді ғой. Мен өзім бастапқыда өзім жайлы айтып кетейін, журналдарға түсіретін фотомодельмін, мен түскім келеді, биіктен көрінгім келеді. Болады ғой бір шанс, хотя бы 95-94-тердің ішінен бір адамды алуыңыздарға болады ғой. Еще мен заочно оқимын, мектепте оқымаймын, студенткамын. Аяулым, Шымкенттен емессің бе? Жоқ, Шымкенттен емеспін, Нарынқолданмын. Нарынқолдансың ба? Қандай өнерің бар? Өлең болғанда мен өлең айтам. Жаңа айтып кеттім ғой, суреттерге көп түсем. Соны тез-тез уақыт созбай айтып жіберші, біз тыңдайықшы сені. Өлең ба? Өнеріңді көрейікші, сенің әңгімеңнен гөр. Өлең тақпақ айтып берейін бірінші. Мұқағали Мақатаевтың өмір жайлы тақпағы. Өмір жайлы сұрай берме сен менен, өмірді мен әлі зерттеп көрмеп ем. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, хан майданнан жалғыз ұлы келмеген, жесір келім бір нәресте көрмеген, жетім шалды бала орнына теппеген. Рахмет, рахмет. Бірақ біздің берер жауабымыз жоқ. Ренжімеңіз, үйіңізге қайтыңыз. Болмайды ғой түге. Ну надо было хотя бы кішкене 95-терден біреуін алсаңыз болатын еді ғой. Болды, рахмет көп-көп. Рахмет көп-көп. Вообще дұрыс емес қой. 90 хотя надо же было 94-тен ішінен біреуін алуға. Мен бүкіл студентпін, оқушы емеспін. Болатын еді ғой хотя бы біреуін алуға бәрін ішінен. Мен өнерім бәрі бар, өлең айттым, тақпақ айттым, биледім. Ана жерде еще фотомодельмін өзім бастапқы маңда. Бәрін істедім. Вообще дұрыс емес, мен шайсам келіспеймін Шіркінлайдың передачасымен. Жүргізуші, Шіркінлайдың жүргізушісімен. Қыз, который. Жоқ, қызбен, который. Я Маржан. Короче, өтпейсіз дейді, өткен сіздің жасыңыз толмайды. Мен жасым бұл жерде ешқандай қатысы жоқ қой. Мен мектепте оқымаймын, студенткамын, заочно оқимын. Можно же было кішкене алуға. Вообще мен білмеймін, сөзім жоқ. Еще деген айтпау керек еді, ана жерге жазу керек еді бастапқыда телевизордың астына адамдарды үміттеніп. Мен 2 күн жүрдім, осы үшін 2 күн бойы мен құрдан босқа уақытым келді, 2 пар вообще сабақта оқыған жоқпын. Болмайды ғой, вообще өйтпейді. Сіздің қолыңызда сурет тұр ау деймін, иә? Сурет тұр, иә. Ол не сурет? Бұл менің ауылға апамның үйіне жазда қыдырып барғандағы суретім болған. Мен Шіркінлаевты көрген кезде Алмас Кешкенбаевтың аттың үстінде отырып алды, мені түсіре салыңыздаршы деген сөзі ер азаматқа тән сөз емес ол. Сол арқама аяздай батты десем болады. Содан кейін мен өзімнің осындай ер мінезді қыз екенімді білдірейін деп мынандай суретімді алып келдім. Ортаға шығыңызшы, көрсетіңізші, жайыңызшы соны. Ашыңызшы. Әрине өзім жасадым. Өте әдемі. Өте әдемі. Я, нағыз келім болатын. Біреуіңізді болмай ма кидіріп көрсетсем? Ер кісі керек еді маған. Может, Нұржан, сіз? Мен мынаны шешейін онда. Иә, шешуіңіз керек. Кофтаңды да шешейін. Не өнерің бар, Нұржан? Нұржан, не өнерің бар? Под цвет свитер. Стилистсіз бе өзіңіз? Микрофонға жақын сөйлеңіз, микрофон. Дизайнер одежды дейді. Қалай? Осы салтанат стиль. кетіп қалатын болып жатса, мына жақта жігітке тағы бір қызды интернет. Молодец. Және өзім үстімдегенді өзім тіккем. Мына бақа. Қол вышивка, ручная работа. И шалбарды өзім тіктім. Жалпы стилистсің. Сәлеметсіздер, мен атым Жадыра. Неге көзілдірікпен тұрмыз? Ау? Неге көзілдірікпен тұрмыз? Не дейсіз? Көзілдірік ол сізге қалай айтқанда мен стилім. Мен жилеткам, мен оны бұрын тауып алған бір куртканың ішінде болды, соны алып, өзім қолмен тігіп, жилетка... Атыңыз кім дедіңіз? Ау? Атыңыз кім? Жадыра. Жадыра. Өлең айта аласыз ба? Өлең, иә. Айтып жіберіңіз онда. Қарақаттың өлеңін алдым, айналайын. Өзің едің тірегімде, жыр боп тұндың жүрегімде. Алдарыңызға Мейрамбек Бестаевты шақыруға рұқсат етіңіздер. Қайран күндер кешегі, сайран күндер кешегі. Басқа кімге пародия сала аласыз? Мейрамбектен басқа. Фиона, выйди за меня замуж. Сценарий Фиона Тарп. Фиона. Шрек, я не могу за тебя выйти замуж. Шрек, наверное.
Шрекке. Почему? Потому что ты живешь. Көп рахмет. Сау болыңыз. Жанар, қырықтыққа барасың ба, шабыстыққа барасың ба, ода менің шатағым жоқ. Майқанов апай айтқандай, бәріміз бірге болуымыз керек. Жанар, қожа, Жанар, қожа, Жанар, Жанар, сен мені шын сүйесің бе? Қожа, мен сені сүйемін ғой. Жанар, сен мені сүймейтін сияқтысың. Сені қарасам, сен вообще мені сүймейтін сияқтысың. Қара көже. Жантас? Ну жантас қой. Аха, бәсе, бұл немене қара көже деп айтып тұр десем, Жанардың жанында тұр екен ғой. Болды, рахмет Ғани. Алла разы болсын. Көп рахмет. Өлең айтып, не етуге болмай ма? Жоқ. Көп рахмет, сізден жақсы пародист шығады, дайындалыңыз. Әлі шығар биігіңіз алда. Көп рахмет. Азилия, Айжан, Айгүл, Жадыра, иә? Сіздер ақтық мәреге дейін шықтыңыздар. Сіздердің өнерлеріңізге тек қана мен емес, бүкіл қазылар алқасы тәнті болып отыр. Мен ойлаймын, сіздерден болашақта жақсы өздерінің мақсатын аңсаған өнер иелері шығады деп ойлаймын. Сондықтан біз қазір ақылдаса келе араларыңыздан екі қызды Шіркін Лайф 2 тележобасына таңдап алып отырмыз. Оның біріншісі Жадыра. Ал екіншісі ол Айгүл. Айжан, Азалия, сіздер ренжімейді деп ойлаймын. Сондықтан да құруларыңызды құттықтап қойсаңыздар болады. Көп рахмет. Крылов Абайдың аудармасы. Қарға мен түлкі. Жұрт біледі, күледі, сұрқия тілдің жаманын, қошеметшілердің амалын. Сонда да солар қайда жоқ. Ептеп айтса. Сіз актрисасыз, яғни актерлік шеберлігіңіз бар. Сіз Нұржанның қызысыз, бірақ ол сізді салтанатқа ауыстырып кетті. Не айтасыз? Мә, Нұржан, адам емес екенсің, жігіт емес екенсің ғой, не айтам одан басқа? Ұялып тұрсыз ғой сіз. Мә, сен маған өтірік алданба, сонда жүріп жүрген кезде жақсы көрем, сүйем деп, сол ма сенің сөзің? Жігіттің ек сөйлегені, өлгені ұялмайсың ба? Нұржан, сені де адам дейді ғой. Ертеңде сен қарындастарың бар ғой, ұялмайсың ба? Сен те қарындасын сүйді, лақтыр кетсе, жақсы көресің ба сен соны? Эстрадный ән айтам, оперный ән айтам. Опера. Негіз кеше бекер ақырбай айтып қойыппын. Болсақ тағы шаңатымыз, жүсек талғаш қайықта. Жадыра, фамилияңыз кім? Ау? Фамилия? Исабекова Жадыра. Аха. Бірден айтып қоям, Мақпал Исабекова ешқандай қатысым жоқ. Қарашы, немене қарашы, яркая личность. Вот келді, айтты, все. Шәкен Айманов атында Қазақфильм киностудиясы бірлестігі түсірген. Рөлдерді дубляж жасаған Фарида Шәріпова, Есім Сегізбаев және де Айгүл Сембаева. Қалауыңыз қарлығаштың қаны, не адамның жаны емес шығар. Берем десе берер, аларсыз. Волноваться тұрып кішкене. Сосын тағы не дайындап келдіңіз? Сосын біз күшік күйеу спектакль жүрген Қалайсың? Қалайсың өзің? Қол бұрып қайдан жүрсің, Енді ол мен ғой, Біреуді тауып алғансың, ау деймін. Ешқайдан айтпай. Қалайсың өзің? Саған не болған өзі? Рахмет, қыздар, рахмет. Айгүл, сіз күте тұрыңыз, жарайды? Екеулеріңізді бірдей өткені ала алмаймыз. Рахмет сіздерге барлықтарыңызға көп рахмет. Өте үлкен қуаныштамын. Шынымды айтсам, сөз жоқ, рахмет бәрін. Құдай қалса бірігіп жақсы жұмыс істеймін деп ойлаймын енді сіздермен бірге. Көп рахмет, мен де өте қуаныштымын. Әрине, енді үлкен шоу болады деп ойлаймын. Рахмет сіздерге көп. Сонымен, жігіттер, соңғы ақтық финалға деуге болады, өттіңдер, 3-ші турға дейін жеттіңдер. Көп рахмет, өнерлеріңді жақсы көрсеттіңдер. Сонымен қазір мен есімдерін атаған жандар алға шықсын. Бұл Ақылжан және Эрик. Асылжан және Эрик, мен сіздерді қуанта алмаймын. Өткені сіздермен қош айтысуға тура келеді. Көп рахмет, аяғына дейін жеткендеріңе көп рахмет. Саламатсыздар ма? Сұрайсыздар ма менен бір нәрсе? Сөйлесең, өнеріңнен бас берсең ғой. Есімің кім?
өзіңізді таныстырып. Мынау істей ма өзі? Істейді. Жазылып жатыр ойымдама. Так, бүйтеміз онда. Мынау алынады. Ортасында тұрасың, иә. Бұл телевизионный звук жазылып жатыр. Так, есімім Есентаев Әбілқасым. Қандай өнеріңіз бар? Ой, түрлі түсті. Көрсетіп жіберсеңіз. Так, бүйтеміз онда. Бір миниатюра көрсетейін сіздерге. Миниатюра миллионер адамның үйіне оралуы. Екі адам ойнайды негізі. Аяқтан біреу тың-тың деп звонок басады. Ой, жаным келді. Керемет. Мында барсаң мешіт, мында барсаң дүкен. Қайсына барсаң да есік ашық. Мына адамзатты, я адамзатты. Жолдан тайдыратыннан мен болам шайтан. Мына араққа, коньякқа, пиваға әлі жаным күнім айым дейсің. Менің айтқаның бәрі болады, оғамна өздерің куә. Адам болам десең де, шайтан болам десең де, өзіңе байланысты. Өзіңнің қолыңда. Сау. Бауыржан, сіз қандай аспаптарда ойнайсыз, немесе қандай хоббиіңіз бар, сүйіктісіңіз? Хоббиім өзім өлең айтам, фортепианомен, тек қана нотамен қарап айтам. Атак. Қазір онда бір шумақ айтып көріңізші. Кез келген әннен. Өлең ба? Иә. Түрде. Che bella cosa, naiornete sole, un'aria serena dove, per l'aria fresca, per l'aria fresca, una tempesta, che bella cosa, naiornete sole. Manata sole, che bella wine, o sole mio. Эмоциямен ба? Не айтарым білмей жатырмын. Ауылдағылар білмейді мен қатысып отқанымда. Рахмет. Енді әрине қуанышында шек жоқ. Бауыржан, астаналықтар біле ма кеткеніңді? Ау? Астаналықтар біле ма кеткеніңді? Коллегам екеуі біледі, қалған білмейді. Ол менің бастығым біледі, и бір актер жігіт біледі. Қалғандарының бастығын сұрап ертең 2 аптаға съемкаға бара аласың ба? Ол жіберіле, ол одағы орынды. Болды. Рахмет, Еларна, рахмет, Алматы, рахмет, әріптестер. Үлкен рахмет сіздерге.